Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен аскөктің пайдалы қасиеттерімен бөліскім келіп отыр. Аскөк шілде-тамыз айларында гүлдеп, қыркүйек айында дәні піседі. Тұқымының құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Онда су буы мен айдау арқылы басқа да май түрлерін өндіреді. Бұдан басқа фенхон, анетол, аскорбин қышқылы, каротин, басқа да химиялық қосылыстары бар. Одан қан қысымын төмендететін, қан тамырларды кеңейтетін, ішектердің жұмысын жақсартып реттейтін, зәрді жүргізіп, қақырық түсіретін дәрілер жасайды. Халық емшілері одан ежелден ұйқы келтіретін, өтті айдайтын, бауырды емдейтін, балалы әйелдерге сүт шығаратын дәрі ретінде қолданып, бай тәжірибе жинақтаған. Аскөк тұқымынан ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту үшін де тиімді пайдалана білген. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттер ұсынамын. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай-ақ жасауға болады. Көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымын көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау керек. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут тану керек. 20 минуттан соң көзіңізді айтарлықтай жеңілдік сезінесіздер. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді, ісіну және қабықтың қызаруын азайтады. Аскөктің кептіріп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға жақса, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол тияды. Оны ұрық дәні мен қоса кептірген сабағының ұнтағына 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішті жүргізіп, асқазанды ішекті тазалайды. Қарапайым тұнба 1 ас қасық кептірілген аскөкті жарты литр суға салып 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын. Бұл тұнбаны жарты стакан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан ішек ауруларына пайдалы. Егер ішіңіз қатуы, запор сынды ауруларды да емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал. Каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер.